Мен Қансұлтан Армангүл, Астана қаласының Нұркен Әбдіров атындағы нөмірі 33-ші балабақша бастауыш мектеп кешенінің тәрбиешісімін. Бұл өмірде көптеген мамандық түрлері бар, және олар мамандықтардың әрқайсысының өзінің қиындығы мен қызығы бар. Бірақ бәрінен де қызықты, қажет мамандық тәрбиеші мамандығы деп ойлаймын. Әр мамандықтың әрине қиындығы бар. Тәрбиеші жұмысы күрделі, қызықты, әрі жауапты. Балабақшаға кірген жас бүлдіршіндердің жағымды үндері, сыңғырлаған күлкілері жүрегіңді баурап алары сөзсіз. Сондықтан да мен өз мамандығымды сүйемін. Балалар әлемінің теңізіне бір бағыт алсаң, ешқашанда басқа жаққа кете алмайсың деп ойлаймын. Күнделікті таңертең балабақша ауласында жақындағанда балалардың сыңғырлай күлген дауыстары мен қуанышқа бөлейді. Балабақшаға кіргеннен ақ өзімнің мазалаған сан түрлі ойдан арылып, балалардың тәтті қылықтары мен әдемі жүздеріне шабыттанамын. Балалардың әр күні біздің көз алдымызда өтіп жатыр. Алдымызға келген балалар біреудің маңдай алды жарығы, енді бірі жал дегенде жалғызы, енді бірі тәтті еркесі. Әр үйдің еркелерін бір арнаға тоғыстырып, олармен жұмыс жасау оңайға соқпайды. Алайда баланың тілін тауып, тілдесу, жақсы тәрбие берудің өзі бір үлкен ғанибет. Ақ парақ бетіне сызу сызғандай, баланың кіршіксіз санасына алғашқы адамгершілік, мейірімділік нұрын сеуіп, білім, өнер нәрімен сусындату мына біз тәрбиешілердің еншісінде. Мен өз мамандығымды сүйемін және де қадір тұтамын.